Бүгін математика пәнінен 106-шы сабақ өрнектердегі амалдардың орындалу реті тақырыбымен танысамыз. Бүгінгі сабағымызда өрнектердегі амалдардың орындалу реті туралы ережені білетін боламыз. Біз 2-ші сыныпқа дейін амалдардың 4 түрімен таныстық. Олар қосу, азайту, көбейту және бөлу. Енді осы 4 амал бір өрнекте қатар келген жағдайда біз өрнектің мәнін қалай шешеміз? Яғни көбейту, бөлу, қосу, азайту амалдар қатар келетін болса, алдымен көбейту немесе бөлу ретімен орындалады. Содан кейін қосу мен азайту ретімен орындалады. Яғни осы ережені ұмытпаймыз. Көбейту мен бөлу, қосу және азайту 4 амал қатар келетін болса, алдымен не көбейту, не бөлу қайсысы бар, сол орындалады. Содан кейін қосу немесе азайту өрнекте қайсысы бар, сол орындалады. Мысалы, 37 қосылған 12 мен 6-ның бөлінісі. Бұл өрнектің мәні 39-ға тең екен. Бұл өрнекті мен қалай шешемін? Бірінші амал жаңа айтылды, көбейту, бөлу, қосу, азайту амалдар қатар келсе, бірінші не көбейту, не бөлу амалы орындалады деп айтылды. Бұл өрнекте бөлу амалы берілген. Сол себепті 12 мен 6-ның бөлінісін тауып аламыз. Яғни 12 мен 6-ның бөлінісі 2-ге тең. Екінші амал қосу мен азайту амалының біреуі орындалады деген. Енді бұл өрнекте қосу амалы берілген. Екінші амал 37-ге 2-ні қосамыз. 37 мен 2-ның қосындысы 39-ға тең. Яғни 37 қосылған 12 мен 6-ның бөлінісі өрнегінің мәні 39-ға тең екен. Енді келесі өрнегімізде 3 амалдан тұрады. Бұл өрнекте көбейту, қосу, бөлу өрнектері берілген. Жаңа ережеде айтылды, көбейту, бөлу амалдар қатар келетін болса, алдымен көбейту, не бөлу орындалады деген. Сонда біздің бірінші орындалатын амалымыз 5 пен 2-ның көбейтіндісін тауып алам. 5 пен 2-ның көбейтіндісі 10-ға тең. Енді екінші орындалатын амалымыз, бұл өрнекте бөлу амалы да бар. Сол себепті 4 пен 2-ның бөлінісін тауып аламыз. 4 пен 2-ның бөлінісі 2-ге тең. Енді 5 пен 2-ның бөлінісі 10-ға тең болған, 4 пен 2-ның бөлінісі 2-ге тең болды. Келесі орындалатын үшінші амалымыз қосу амалы. 10 мен 2-ның қосындысы 12-ге тең. Яғни өрнектің мәні 12-ге тең. Сонымен көбейту, бөлу, қосу, азайту амалы 4 амал қатар келген жағдайда өрнекте бөлу мен көбейтудің қайсысы бар, сол бірінші орындалады. Содан кейін қосу мен азайту орындалады. Ал егер өрнекте көбейту де бөлу де болатын болса, бұл амалдар ретімен орындалады, соңында қосу амалы орындалады екен. Енді келесі өрнекте тек қосу мен азайту амалы болған жағдайда амалдар сол жақтан оңға қарай ретімен орындалады. Мысалы, 27 қосылған 6, алынған 3. Бұл өрнектің мәні 30-ға тең екен. Енді бірінші орындайтын амалым қосу амалы сол жақтан оңға қарай орындалады. Қосу амалы бірінші тұр. Сол себепті 27-ге 6-ны қосып аламын. 27 мен 6-ның қосындысы 33-ке тең. Енді екінші амал азайту амалын орындаймын. Яғни 27-ге 6-ны қосқанда 33 шыққан. Енді 33-тен 3-ті аламын. 33 пен 3-тің айырмасы 30-ға тең. Өрнектің мәні 30. Келесі өрнегімізде азайту мен қосу амалы берілген. Жаңа ережеде айтылды, амалдар сол жақтан оңға қарай орындалады дедік. Яғни 54-тен 14-ті алып алам. Бірінші амал. 54 пен 14-тің айырмасы 40-ға тең. Бұл өрнекте 40 шықты. Енді екінші амал 40-қа 7-ні қосамын. 40 пен 7-ның қосындысы 47-ге тең. Өрнектің мәні 47-ге тең. Келесі ереже. Енді көбейту мен өрнекте тек бөлу ғана берілетін болса, дәл қосу мен азайту қатар келген жағдайдағыдай, амалдар ретімен солдан оңға қарай орындалады. Мысалы, 12 бөлінген 6 көбейту 3 өрнегінде бірінші амал 12-ге 6-ны бөліп аламын. 12 мен 6-ның бөлінісі 2-ге тең. Екінші амал 2-ні 3-ке
көбейтемін. Яғни бөлу, көбейту амалдары ретімен сол жақтан оңға қарай орындалады екен. Келесі өрнегіміз 3 пен 4-тің көбейтіндісін тауып аламын. 3 пен 4-тің көбейтіндісі 12-ге тең. Екінші амал 12-ні 2-ге бөлемін. Яғни көбейту, бөлу амалдары қатар келетін болса, сол жақтан оңға қарай ретімен орындалады. Келесі, алдымен жақшалы өрнектер болатын болса, алдымен жақшаның ішіндегі амалдарды орындап аламыз. Содан кейін көбейту немесе бөлу ретімен орындалады. Сосын қосу мен азайту орындалады. Енді мына өрнекке мән беріп қараймыз. Бұл өрнек неше амалдан тұрады? Санаймыз. 1 амал, 2 амал, 3 амалдан тұрады екен. Енді бірінші амалымыз бұл жақшалы өрнек болғандықтан жақшаның мәнін тауып аламыз. Яғни 5 пен 10-ның қосындысын табамыз. 5 пен 10-ның қосындысы 15-ке тең. Енді келесі орындалатын амал бөлу амалы. Яғни 15-ті 3-ке бөлім. 15 пен 3-тің бөлінісі 5-ке тең. Енді орындалмаған соңғы амалымыз қалды, бұл қосу амалы. Келесі амал 5 пен 5-тің қосындысы 10-ға тең. Өрнектің мәні 10-ға тең. Енді келесі өрнегіміз неше амалдан тұрады? Санаймыз. 1, 2, 3. Бірінші орындалатын амал жақшалы өрнек болғандықтан жақшаның ішіндегі айырманың мәнін тауып аламыз. Яғни 98-ден 90-ды аламыз. Айырманың мәні 8-ге тең. Енді келесі өрнегімізде қосу мен көбейту тұр. Жаңа ережеде айтылды, көбейту бірінші орындалады. Қосудан бұрын көбейтуді орындаймыз. Яғни 8 бен 2-нің көбейтіндісін табамыз. 8 бен 2-нің көбейтіндісі 16-ға тең. Келесі орындалатын амал қосу амалы. 50 мен 16-ның қосындысы 66-ға тең. Бүгінгі сабағымызда ең басты есімізде сақтайтын 4 амал қатар келетін болса, алдымен көбейту не бөлу амалдары орындалады, содан кейін қосу, азайту амалдары орындалады. Ал егер қосу мен азайту амалдары қатар келсе, бұл амалдар солдан оңға қарай ретімен орындалады. Дәл сол сияқты көбейту мен бөлу амалдары қатар келсе, көбейту мен бөлу амалдары ретімен қалай орналасқан, сол бойынша солдан оңға қарай орындалады. Енді жақшалы өрнектерде алдымен жақшаның мәнін тауып аламыз, одан кейін көбейту немесе бөлу амалдары орындалады, соңында қосу немесе азайту амалдары орындалады.